Ыбырай Алтынсарин жаңашыл педагог. Ыбырай Алтынсарин ағартушы, жаңашыл педагог, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келді. Әкесінен ерте айырылғандықтан атасының белгілі би және старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Бала кезінен бастап білімге және өз бетінше ізденуге бейім болды. 1857 жылы Орынбор шекара комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітірді. Орыс, араб, татар және парсы тілдерінде еркін сөйлей білді. Мектепті бітіріп, 3 жылдай атасының қол астында кеңсе қызметкері болып істеді. Дүние жүзі әдебиетінің классиктері Шекспирдің, Гетенің, Байронның, Пушкиннің, Гогольдің, Лермонтовтың, Низамидің, Фирдоусидің, Науайдың шығармаларын зор зейін қойып оқыды. Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық көзқарасының қалыптасуына орыс педагогі Ушинскийдің және чех ойшылы Каменскийдің еңбектерімен таныс болуы оң әсерін тигізді. Ыбырай Алтынсарин орыстың көрнекті демократтары Чернышевскийдің, Добролюбовтың, Герценнің және басқалардың шығармаларымен де таныс болды. Балалық шағынан бастап кітап оқуға, білімге ынтық болған Ыбырайдың бұл қызығушылығы оның өмірлік миссиясына айналып, кейін қазақ халқын ағартуға, мектеп ашуға және ұстаздыққа жетелейді. Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық педагогикалық қызметі. Ыбырай Алтынсарин орыс-қазақ мектептерінің оқушыларына арнап, қырғыз хрестоматиясы мен қырғыздарға орыс тілін үйретуге алғашқы басшылық оқу құралын жазып шықты. 1860 жылы облыстық басқарма оған Торғай қаласында қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашуды тапсырды. Өзі сол мектепке орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. 1864 жылы Торғайда қазақ балаларына арналған интернаты бар мектеп салтанатты түрде ашылды. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы болып тағайындалды. Ырғыз, Николаевск, Торғай және Елек уездерінде 2 сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. 1884 жылы Қостанайда 2 сыныптық орыс-қазақ училищесін ашты. Торғайдан, Ақтөбеден, Ырғыздан, Қарабұтақтан орыс-қазақ қыздар училищелері ашылды. Ыбырай Алтынсариннің ғылыми және әдеби қызметі. Кіші жүз қазақтарының жерлеу, ас беру, құда түсу, қыз ұзату және той жасау дәстүрі, ежелгі әдет-ғұрып заңдары туралы зерттеу мақалалары жарық көрді. Орынбор ведомствосы қырғыздарының құда түсу мен үйлену тойы кезіндегі әдет-ғұрыптарының очеркі атты еңбегінде үйлену тойларына байланысты толып жатқан әдет-ғұрыптарды тәптіштей суреттеді. Крыловтың мысалдарын, Толстойдың әңгімелерін орыс тілінен қазақ тіліне аударды. Кел балалар оқылып, азған елдің билері, әй достарым, әй жігіттер, ана, өнер білім бар жұрттар, әке мен бала, таза бұлақ тағы басқа өлеңдері мен шығармалары бар. Бүгінде Ұлттық білім академиясы Ыбырай Алтынсариннің есімімен аталады. Еліміздегі педагогтер қауымының ең таңдаулы өкілдері жыл сайын Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталады. Ағартушы ғалымның құрметіне жыл сайын ғылыми конференциялар өткізіліп тұрады. Жыл сайын Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған республикалық әдеби байқауы өткізіледі. Қазақстанның бірнеше қалаларында Ыбырай Алтынсаринге арналған ескерткіштер бар. Қостанай қаласындағы Ыбырай Алтынсариннің ескерткіші, екінші ескерткіші 2020 жылы тұрғызылған.